19 қазан құтқарушылардың кәсіби мерекесі. 27 жылдық тарихы бар сала кәсіби мереке аясында жаңа өрт техникасы мен авариялық құтқару жабдықтарын таныстырды. Салтанатты шарада төтенше жағдайлар саласының ардагерлері мен қызметкерлері марапатталды. Төтеншеліктер алдында апатпен күресу, адам өміріне араша болу сияқты үлкен міндеттер тұр. Жиында облыс әкімі мерекемен құттықтап, оларды материалдық техникалық қамтамасыз ету басты назарда екенін айтты. Жаңадан шыққан техника, жаңадан пайдаланылатын технологияның барлығы қазір қамтамасыз етсізде құтқарушыларды, өрт сөндірушілерді қамтамасыз ету бағытында жұмыстанып жатырмыз. Биылда 30-ның үстінде арнаулы техника алу үшін облыстық бюджеттен қомақты қаражат бөлінді. Онда өзінің септігін тигізеді дейміз. Аға буын мен жас мамандар арасындағы байланыс жалғасып келеді. Облыстағы төтенше жағдайлар департаментінің басшысы сала ардагерлерінің үлесі зор екенін айрықша атап өтті. Осы жасқа келгенде де уақытпен санаспай, осы біздің Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелерінің қызметкерлерімен кездесіп, әр уақытта уақытыңызбен санаспай, өзіңіздің білім тәрбиеңізді оқытып, үйретіп, тоқытып жатырсыңыз. Оған да өзімнің атынан, жеке құрамның атынан алғыс айтамын. Мерекелік кеште төтенше жағдайлардың алдын алуы мен оны жоюда үздік шыққан 30-ға жуық қызметкер марапатталды. Солардың бірі Азамат Құлманов. Ол еңбек жолын 2010 жылы өңірдегі төтенше жағдайлар департаментінде инженер қызметінен бастаған. Соңғы 4 жылдан бері Мұнайлы аудандағы бөлімшені басқарып келеді. Құтқарушы болып қызмет атқару ол әркімнің қолынан келе бермейтін қасиет. Сондықтан да бұл салада жұмыс жасап жүрген әріптестеріміздің барлығының бойында батылдық болу керек. Біздің міндет елге қызмет, яғни халыққа төнген барлық қауіп қатер төтенше жағдайлардың алдын алу, болған жағдайда төтенше жағдайларды жою қызметі бойынша барлық жұмыстарды атқарамыз. Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінің басшылығын және өзімнің әріптестерімді, осы саладағы ардагерлерді бүгінгі 19 қазан Қазақстан Республикасы құтқарушы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Салтанатты шарада концерттік бағдарлама ұсынылды. Айта кетейік, өңірде 1000-ға жуық құтқарушы бар. Жауапты қызметтің жүгін арқалап жүргендер аудан қалалардағы арнайы бөлімдерде жұмыс істейді. Жасұлан Мұхан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.